Ассалаумағалейкум. Lada Largus автокөлігі ДТП-ға түсіп кеткен болатын. Барлығы моторлы жанып кеткен болатын. Компьютер дәл осындай күй жағдайда. Көріп тұрсыңыз ғой. Бізде енді ауа райы кішкене шамалы, шаң. Қандай шаң болып жатыр, қатты жел. Клиент мына қыздырып беруге ұсынған болды сұрағасын. Біз көлікті қыздырып беруге тырысып жатырмыз. Компьютерін кассасымен бірге сатып алған, қозғалтқышта жаңадан салған. Компьютері міне күйіп кеткен бізде. Көреміз, не болатын, қызама, қызбай ма. Енді мына жерінде газдың тетіктері бар, тесіктері, газдар дұрыс жалғанбаған. Мына воздушный фильтрде жабық тұр. Енді фильтрлер ештеңелер жоқ. Содан кейін қазір иесіне айтуға ұмытып кетпек. Мына тормоз шлангілері мына болты бос тұр мына. Мына қараң. Мына бос тұр. Майдың бәрі ағып кеткен сияқты. Тормозды ұстамайды. Қазір иесіне ұмытпай айтып кету керек. Мына тормозың ұстамайды, қатырылмаған деп. Ішінде майда жоқ шығар бұл көлікте. Қазір темадан кішкене алыстап кеттік. Компьютерін оқытып берген болатынмын осыны. Қазір бісміллә деп сізбен бірге қыздырып көремін. Қызар ма екен бұл? Қызбас па екен? Көрейік. Кілтті замогын ашамыз. Предохранитель деп бұнғы ручник нейтралда тұр. Бісміллә кәне қыздырып көреміз. О, қызды. Көлік 1000 оборотта тұр. Барлығы жақсы болды. Бәрі әдемі істеді деген сөз. Енді жоқ қойық, шаң дала. Фильтр жоқ бұда бұл көлікте. Сондықтан қазір иесін күтіп, бұл көлікті түнге қалдырмай беріп жіберуге тырысатын боламыз. Негізінде иммобилайзер сөндірген жоқпыз, ал компьютердің бір-біріне оқытып синхронизациясын жасап берген болатынбыз. Себебі иммобилайзер сөндіру бұл көліктерге болмайды. Кілттері, центральный замоктары барлығы жасап тұрғасын. Сөндіруді мен жөн көрмедім. Себебі мына кнопкалар есіктері замок ашып тұр. Міне барлығы центр замок істеп тұр. Кілті жоғалмаған. Ондай сәттерде сөндіруге мен ұнатпаймын. Осылай міне Largus автокөлігімізді баршылық жасаған боласың. Барлығына рахмет, сәттілік. Көліктер болып атса хабарласыңдар. Түсіреміз алдағы уақытта видеоны. Largus неге көп болып кетті деп айтпаңдар. Комментарияда, WhatsApp-тарда маған орыс көліктеріне көп түсіріп берші деп комментария жазғасын. Мен осы көліктерді көп түсіріп беруге тырысамын. Сондықтан баршаңызға да рахмет, сәттілік тілеймін. Келесі жүздескенше дейін лайк басып, комментария қалдырып, жазылып кетуіңізсеңіз өте керемет болатын еді. Рахмет баршаңызға да.